ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع لم أفسده قضاء ثم أفسده قضاه. Енді мынандай нәрсе, нәпіл ораза немесе нәпіл намазды біреу бастады делік. Мысалы, мешітке келдіңізді, 2 рекағат сәлем намазын, нәпіл намаз о. Міндет емес оқу. Келіп отырса берсем болады, бірақ пайғамбарымыз қызықтырады. 2 рекағат оқымай отырмаңдар деп. Ғалымдар оның үкімі парыз, уәжіп деген жоқ. Мұстахаб, жақсы көрілген. Соны мұстахаб қой, былай шыққан кезінде татау, нәпіл болып есептелінеді. Немесе 2 дәрет алдықта, дәрет алғаннан кейін шүкір намазы делік. Дәрет алғаннан кейін 2 рекағат намаз оқу. Міндет емес сізге. Бірақ Аллах үшін деп сіз бастадыңыз ба, Аллаху акбар деп бастадыңыз ба, бітті, енді осын сізге аяқта уәжіп болады. Сәнікті ма? Өзім білем ғой, қаласам бастайым, қаласам бұза берем, бұл нәпіл ғой деген сөз жоқ. Сіздің еркіңізде әлі бастамай тұрып, бастайын ба, бастамайын ба? Бастайын деп тұрып, бастайын деп тұрып, тастап кетсеңіз, проблема жоқ. Бастаған жоқсыз әлі. Еркіңізде әлі. Бастасаңыз да болады, бастамасаңыз да болады. Ал тәкбір алып, ниет қылып бастап қойдыңыз ба тәкбір алып? Сізге аяқта уәжіп болады. Сіз осы намаздың ішінде тұрып, бұл нәпіл намаз ғой деп бір шаруа оқып қалды, еске түсіп кетті, бұзып кетіп қалдыңыз ба? Қазасын өтеу уәжіпке айналады да, қазасын өтеу. Уәжіп болып қалады сізге оны өтеу. Нәпіл ораза да осы секілді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нәпіл ораза ұстаған адам үйге қонақ келсе, аузын ашып берсін дейді. Қонақты тамақтандыру үшін. Қонақты күту деген, сен нәпіл ораза ұстап сауап тапқаннан да артық та, қонақты күту дегеннің несі, дәрежесі. Сөйтіп пайғамбарымыз ауыз ашып беруге қызықтырады, тамақ беру үшін. Ауыз ашып бердіңіз бе? Қалған бір күні оны өтеу уәжіп болып қалады сізге. Нәпіл оразаны бастауменен аяқта уәжіп болады. Бұзып қойған болсаңыз, оның қазасын өтеу уәжіп болады. Нәпіл оразада, нәпіл намазда солай.